Құдайдың құдіреті. Доктор Марк деген әйгілі онколог дәрігер болған. Бірде болашақпен басқа қалаға маңызды конференцияға аттанады. Алайда 1 сағат өткен соң, ауа райына байланысты ұшақ экипажы өзге әуежайға қонуға мәжбүр болады. Доктор Марк конференцияға үлгеру үшін көлікпен жолға шығады. Көп ұзамай ауа райы нашарлап, қатты дауыл басталады. Нөсердің салдарынан навигаторда, интернетте дұрыс істемей адасып кетеді. Марк 2 сағаттық жолдан шаршап шалдыға бастайды. Сөйтіп жүріп ол кішкентай үйге тап болады. Көліктен шығып есікті қағады. Есікті бір әйел ашады. Дәрігер жағдайын айтып, үй иесінен қоңырау шалу үшін телефон сұрайды. Әйел телефонның жоқтығын айтып, ауа райы жақсарғанша үйінде тұрақтауына болатынын айтады. Шаршап, қарны ашқан Марк ұсынысты қабылдап ішке кіреді. Әйел қонаққа ыстық шай беріп, асын ұсынады. Дастархан басында шай ішіп отырған дәрігер кереуеттің жанында әйелдің жыламсырап, дұға етіп жатқанын байқайды. Дәрігер әйелдің көмекке мұқтаж екенін түсінеді. Сөйтеді да әйелге: "Сіз Құдайдан нақты не қалайсыз? Құдай сіздің өтініштеріңізді естиді деп ойлайсыз ба?" деп сұрау қояды. Сонда әйел қайғылы үнмен: "Кереуеттегі жатқан бала менің балам. Сирек кездесетін қатерлі ісік аурумен ауырады. Және бір ғана дәрігер бар, оны емдеп жазалады. Оның есімі Марк. Бірақ менде оған апарып емдететін ақша жоқ. Ол дәрігер де шалғайда тұрады. Құдай менің дұғама әлі жауап берген жоқ. Бірақ мен ешқашан үмітімді үзбеймін" дейді ана. Есеңкіреп, үнсіз қалған доктор Марк "Құдайдың құдіреті-ай" деп сол мезетте жылап жібереді. Ол бүгін өзімен болған барлық жағдайды есіне алады. Ұшақтағы ақаулық, қатты жаңбыр, көлікпен адасып кетуі, бұның барлығы да жасалған дұға мен Құдайдың жауабы екенін ұғады. Осылайша балаға ананың шын дұғасының арқасында шипа қонған екен деседі. Расында да, біздің бала күннен үлкендерден естіп өскеніміз бойынша ананың балаға жасаған дұғасы қайтарылмайды деуші еді. Мына оқиға соның дәлелі секілді. Я жаратушы құдірет, жарылқаудың қамын ет. Бақытты ғұмыр кешуге ұрпақтарға нәсіп ет деп менің әкем айтып отыратындай, ұрпақтарымыздың болашағы жарқын болсын.